Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында карамельді попкорн дайындайтын боламыз. Бізге қажет заттар: жүгері, қант, одан кейін жылы су. Табамызды ысытып, кішкене сұйық май, одан кейін сары май салып, жақсылап араластырып, жүгерімізді салып, бетін жауып қоямыз. Осылай астын басып, бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар, бұл атқылайтын болады. Енді карамелімізге кірісеміз. Қантымызды салып, үстіне 1 стакан суды құйып, араластырып, баяу отқа қойып қоямыз. 10 минуттың ішінде сироп карамельге айналуы керек. Енді сары майымызды салып, араластырамыз. Асты күйіп кетпес үшін көбірек араластырып тұрамыз. Міне сиробымыз дайын болып қалды. Осындай қоңыр, әдемі түс шығу керек. Карамельді попкорнға құйып, жақсылап араластырып, противеньға 10 минутқа жайып қоямыз. Суығанша күтеміз. Міне карамельді тәтті үй жағдайында жасауға болатын попкорнымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.